Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен сіздерге ылғи да позитивті ойлаңыздар, жақсы да байқуатты, мықты өмір сүріңіздер деп айтып жүрмін. Ал бұған жетудің амал, шарғысы, сипаты, жолдары мың, миллион деп мен сіздерге талай рет айтқам. Тек жоқшылықта, депрессияда отырудың, депрессия мен жоқшылыққа түсудің жолы біреу ғана. Ол бір жеріңді диваннан көтермей телевизорға қарап отыру ғана. Ал бұдан шығатын жолды ең 0,000 басталатын бизнес жасаудың жолын айтайын сізге. Сізде қаржы жоқ, окей. Қаражат жоқ, окей. Энергия жоқ, окей. Басыңызда идея жоқ, окей. Не істеріңізді білмейсіз, окей. Бірақ қолыңызда телефон бар. Телефонды шұқылап бос отырмаңыз. Шығыңыз, қозғалыңыз. Сіз қозғалған кезде, ниет еткен кезде Алла тағала берекесінен бәрін беріп қоятын болады. Әрекетке көшіңіз. Тіпті болмаса көктем шығып келе жатыр қазір. 2-ның 1-і әйелдердің өзі бет ағартатын крем, күннен қорғанатын крем дегендерді статистика бойынша өте көп тұтынады, өте көп қолданады екен. Сондықтан бір магазинге барасыз, супермаркетке барасыз, көз алдыңызда толып тұр, бағаның бәрін қарайсыз, көресіз, фотоға түсіресіз, жүктейсіз видеоңызға, статусыңызға қоясыз. Міне, бизнесті осылай бастайсыз. Біреу қарайды, екеу қарайды, біреу сұрайды, біреу қызығады. Сол арқылы сіздің ойыңыз басқаға бөлінеді. Адамға солай ақырын идея пайда болады. Идея бар жерде. Жалпы бизнес дегеніміз өзгелердің проблемаларын шешу. Сіз таппай отырған жолды басқа біреудің қажеттілігін ашу. Сол арқылы біреу жұмыстан қарбалас болуы мүмкін. Біреу қандай крем қолдануды білмеуі мүмкін. Біреу қандай дүниені, тіпті кез келген дүниені ұстамлай. Маса шығады, шыбын-шіркей шығады, тіпті есікке қағатын сетканіге дейін барып, бір жерден көріп, түсіріп, статусыңызға салып, осындай дүние бар, осы керемет деп, сол туралы зерттеп, соларды істей бастасаңыз. Біреу болмаса біреуге, опа, мынау қажет дүние екен ғой, бұл қанша тұрады, қалай, кімнен алуға болады дейді. Сіз көрген жеріңізден, фотоға түсірген жеріңізден аласыз да, сұранысқа, сұрап тұрған кісіге сатасыз. Бұл бизнес. Нөлден басталатын бизнес. Мүмкін Алла берекесін беріп, бұл сіздің үлкен бизнесмен болуыңыздың жолы болуы мүмкін. Ешбір миллионер пура товар, склад товар немесе супермаркеттен бастаған жоқ. Барлығы осындай идеялардан бастаған. Менің идеям ұнаған болса, лайк басыңыз, маған тіркеліңіз, пайдалы ақпараттарды қарап отырыңыз, депрессиядан шығыңыз, бай, қуатты өмір сүріңіз.